Dünya mülk туралы сөйлейміз. Мен жан бойынша тарген сойдың қазір кем деген 20 миллион доллардай байлық бар. Қымбаттым, бұл байлық емес, бұл мол байлық. Ертең. Енді қалай жарылауымыз керек, соны айтақ бе? Болды ма, әсерлі жатма, сен не деп ойлайсың ба? Бұл көріністің бәрін қайдан тауып алған? Саясаттық істерін шешумен айналысып танымал болған тарген иесі мол байлыққа кенеліп. Қалайсың? Бұл деген масқара ғой. Адам айтса нанғысыз. Масқара. Алданған арман телехикаясы. Dünya mülk туралы сөйлейміз. Мен жан бойынша тарген сойдың қазір кем деген 20 миллион доллардай байлық бар. Қымбаттым, бұл байлық емес, бұл мол байлық. Ертең. Енді қалай жарылауымыз керек, соны айтақ бе? Болды ма, әсерлі жатма, сен не деп ойлайсың ба? Бұл көріністің бәрін қайдан тауып алған? Саясаттық істерін шешумен айналысып танымал болған тарген иесі мол байлыққа кенеліп. Қалайсың? Бұл деген масқара ғой. Адам айтса нанғысыз. Масқара. Алданған арман телехикаясы. Dünya mülk туралы сөйлейміз. Мен жан бойынша тарген сойдың қазір кем деген 20 миллион доллардай байлық бар. Қымбаттым, бұл байлық емес, бұл мол байлық. Ертең. Енді қалай жарылауымыз керек, соны айтақ бе? Болды ма, әсерлі жатма, сен не деп ойлайсың ба? Бұл көріністің бәрін қайдан тауып алған? Саясаттық істерін шешумен айналысып танымал болған тарген иесі мол байлыққа кенеліп. Қалайсың? Бұл деген масқара ғой. Адам айтса нанғысыз. Масқара. Алданған арман телехикаясы. Dünya mülk туралы сөйлейміз. Мен жан бойынша тарген сойдың қазір кем деген 20 миллион доллардай байлық бар. Қымбаттым, бұл байлық емес, бұл мол байлық. Ертең. Енді қалай жарылауымыз керек, соны айтақ бе? Болды ма, әсерлі жатма, сен не деп ойлайсың ба? Бұл көріністің бәрін қайдан тауып алған? Саясаттық істерін шешумен айналысып танымал болған тарген иесі мол байлыққа кенеліп. Қалайсың? Бұл деген масқара ғой. Адам айтса нанғысыз. Масқара. Алданған арман телехикаясы.